Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін кофенің ерекше дайындалу жолын көрсетемін. 2 порцияға арналған ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Бөлек ыдысқа кофе мен қантты салып, үстіне қайнаған су құямыз. Ары қарай капучинатордың көмегімен, немесе капучинаторыңыз болмаса, шанышқының көмегімен бұл массаны көпіртіп алу қажет. 2 ыдысқа алдымен мұз салу қажет. Оның үстіне сүт құямыз. Дайындап қойған көбігімізді де осы стақандарға үстіне бірдей бөлікке бөліп құйып шығамыз. Ал енді видеоның ең дәмді бөлігі балмұздақ қосу. Балмұздақ қосу арқылы сіздің салқын сусындарыңыз одан да дәмді болып шығады. Біздің айс латтеге ұқсас сусынымыз осымен дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де кофенің осындай дайындалу жолы ұнаған болса, сіздерден лайк күтемін. Каналыма тіркеле кетіңіздер.